Жаздың аптап ыстығында 1 лимон 2 апельсиннен 5 литр лимонад жасаймыз. Апельсин мен лимонның сыртқы қабығын қырып, осылай кожурасын аламыз. Үстінен енді қант салып, жақсылап араластырамыз. Апельсин мен лимонды қолымызбен жақсылап сығып, немесе осылай барлық шырынын алып алатын боламыз. Осы шырынды жаңағы кожурасының үстінен құйып, қанты ерігенше әбден араластырамыз. Енді жақсылап тұрып бір сүзіп аламыз. Мен қиқым кетпес үшін осылай марлымен жақсылап тұрып барлығын әбден сүзіп алдым. Бұл жердегі қателік енді марлының бұл бояуы кетпей қалады екен, көргендеріңіздей. Ал енді 5 литрлік суға мята саламыз, жаңағы шырынымызды құйып, аузын жауып жақсылап тұрып бір араластырамыз. Біздің лимонадымыз дайын. Енді дәмі өте керемет болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бояуы сіңген, кір болған майлықтардың барлығын салып, үстінен ыстық су құйып, отандық өнім таза порошогінен бір қасық салып жібердім. Бұл порошокты мен бір емес, уже екінші рет қолданып жатырмын. Көңілімізден қатты шықты және сабыны да өте керемет. Тіпті кетпей тұрған 40 жылғы осындай майлары, кірлері болса, барлығын тап-таза айнадай әппақ қылып жылтыратып береді. Май құйғыш міне табалар барлығын салдым. Осылай үстінен порошок салып, ыстық суды құйып, біраз уақытта қалдырсаңыздар, енді айнадай жалтыратып шығарады. Сіздерге осы таза порошогының парақшасын белгілеп кетемін. Поделка порошоктарға ұрынып қалмас үшін осы парақшасына тіркеліп алыңыздар. Міне қараңыздар, барлығы әппақ болып, майлықтарым да керемет болып шықты. Жаздың ыстық күндерінде кафе ресторандардағы бағасы қымбат тұратын осындай керемет мохитоны өзіңіз жасап көрсеңіз болады. Үй жағдайында дәл осылай бокалмен әдемі етіп ұсыну жолында көрсетемін. Ол үшін бізге кез келген сироп керек. Бокалды бірінші сиропқа, одан кейін қант қауынаты осылай әдемі етіп бокалымызды әсемдейміз. Сиропты бір алсаңыздар көпке дейін жетеді. Енді сіздер бұны мохитоны бірден үлкен тұсқа, яғни графинге де дайындасаңыздар болады. Кез келген апельсин немесе лаймның 1-2 тілшесі керек. Оны салып кішкене езіп, үстінен мұз салып, қалауынша туралған құлпынайларды салсаңыз болады, және сиропымызды құйып, одан кейін газдалған сусынымызды құямыз. Мен сарыағаш құйдым. Спрайт құюға да болады, бірақ ол тіпті тәтті болып кетеді. Сол үшін сарыағаш құйсаңыздар да өте керемет ресторандікінен тіпті асып түсетін болады, және осылай жалбызбен, құлпынаймен әсемдесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріп, жақындарыңызды қуантыңыздар. Рецептін сақтап алып, парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.